Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында Шығыс Қазақстан облысындағы эпизоотиялық жағдай туралы баспасөз мәслихатын өткізетін боламыз. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию на площадке региональной службы коммуникации на тему «Эпизоотическая ситуация в Восточно-Казахстанской области». Спикеріміз таныстырып өтейін. Сағындықов Рамиль Нухмеджанұлы, Шығыс Қазақстан облысы ветеринария басқармасының басшысы. Рамиль мырза, қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті ақпарат саласының ардақты қызметкерлері және брифингке қатысушылар. Шығыс Қазақстан облысындағы эпизоотиялық жағдай тұрақты және ветеринарлық қызметінің бақылауында. Аймақта аса қауіпті жұқпалы аурулар бойынша ашылған ошақтар тіркелмеген. Жануарлардың аса қауіпті аурулардың алдын алу іс-шараларды диагностикалау және профилактикасына арналып бекітілген ветеринарлық жоспарға сәйкес жүргізілуде. Жыл басынан бері облыс аудандарында 3,3 миллион доза ветеринарлық препараттар жеткізілді. Бұл жылдық көлемі 74% құрайды. Эпизоотиялық қауіпсіздік қамтамасыз етуі 1,9 миллиард теңге бөлінген. Сібір жарасының алдын алуға ерекше көңіл бөлінген себебі бұл жануарлар мен адамдар үшін қауіпті зоонозлық инфекцияның бірі болып табылады. Мен осы брифингті көбінесе осы сібір жарасына айтайын деп едім. Негіздесе осы сіздердің осы ақпарат нелерде осы мына сібір жарасы Қарағанды, Астанада, Ақмола облысында шыққандықтан, сондықтан осы қандай жұмыстар атқарылып жатыр осы сібір жарасы бойынша, содан кішкене көбірек толығырақ айтып кетейін дегенім. Енді осы ауру қоздырғышы топырақта 70 жылдай астам уақыт сақталуы мүмкін. Осы сібір жарасы бұл адамдар мен ауыл шаруашылығы жануарлардың үшін ұзақ мерзімді жұқтыру қаупін тудырады. 2000 жылдан бері облыс аумағында сібір жарасының жекеленген жағдайлары ғана тіркелген. Соңғы оқиғалар 2008 жылы Улан ауданында Новоканайка ауылында, сондай-ақ 2018 жылы Үлкен Нарын ауданында Алтынбел ауылында тіркелді. Одан бері енді қазіргі таңда жоқ. Ауыл шаруашылығы жануарлардың вакцинациялау барысында күн сайын аудандық және жануарлар түрлері бойынша мониторинг жүргізіледі. Барлық мәліметтер жануарлардың сәйкестендіру базасына енгізіледі. Облыстық және аудандық ветеринарлық қызметкерлер деңгейінде, сонымен қатар мамандардың жергілікті жерлерге шығару арқылы бақылау жүзеге асырылады. 2025 жылы сібір жарасына қарасы 1,379,779 профилактикалық манипуляция жүргізу жоспарланған. Бүгінгі күнде вакцинациядан 99,9% жеткізілді. Осы вакциналар жеткізілді. 95,959 бас жануарлар егілді. Бұл жылдық жоспары 70%-қа құрайды. Енді қаншама ірі қара мал, ұсақ мал қанша егілгені болатын болса, бәрі мына цифрлары бар. Сіздерге де бұндай ақпарат жеке керек болса берейін. Енді вакцина, қандай вакциналармен егіп отырмыз? Ол отандық өндірушілер Казневидің вакцинасы бар, және антиген деген сосын Қазақстанның вакцинасы, солармен малдарды егіп отырмыз. Облыс аумағында сібір жарасы бойынша 101 стационарлық қолайсыз пункттер тіркелген. Олардың барлығы мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған жүйесін енгізіліп, бұл санитарлық қорғаныш аймағында құрылыс жүргізу үшін ғана жер төлемін беруге жол бермейді. Барлық құрылымдар қолдасындағы заңнама талаптарға сәйкес келтірген. Енді бәрі 101 сібір жарасын пункттар болса, 101 бәрі қосалынған, координаттары бәрі тіркелген.
енді былай айтқанда Қазақстанның ең бірінде осы сол координаттары мысалы дәл тура ешқандай не өзгерістер жоқ ана жерде. Мысалы координатты беретін болсақ, сол Сібір жарасын көмілдігін ортасына қойып келтіреді солай. Енді тағы да қандай жұмыстар, мынау мал өлекселерін жою үшін облыста 157 мал қорымы бар. Оның ішінде 41 типтік болса, қалғаны қарапайым. 25 жылы тағы да бір 9 объектін салу, жаңа бір инсинератор сатып алу жоспарланып отыр. Сондай-ақ топырақтан Сібір жарасы қоздырғышының спорларын анықтау мақсатында 202 зерттеу жоспарланған. Қазіргі таңда 65 сынама алынып, барлығы теріс нәтиже көрсетілді. Осы жылы айтып кететін болсақ, жылына 2 рет біз осы Сібір жарасының орындарынан барып, жерден топырақтан не аламыз, зерттеу жасаймыз. Сол жерде су тасқыннан кейін, күзде мал қораға тұрғаннан кейін, сол жерде зерттеу алып, лабораторияға барын өткізіп, сол жерде тексеріс жасаймыз. Осы 101-дің бәрі бақылауда ұсталынып отыр. Міне 8 жыл болды, бәрі теріс нәтижесін көрсетіп отыр. Сондықтан жағдай осындай. Жалпы облыстағы эпизоотиялық жағдай қолайлы деп есептеледі. Ветеринарлық қызметкерлер эпизоотиялық және санитарлық қауіпсіздік қамтамасыз ету бойынша жүйелі жұмыстарын жалғасуда. Вакцинациялау, бақылау, мониторинг және халықты ақпараттандыру бойынша жұмыстар үнемі тұрақты түрде жүргізіледі. Енді айта кетейін, осы халыққа да осы Сібір жарасы бойынша бізде күнделікті ақпарат алып отырамыз, күнделікті тексеріп отырамыз. Екпе жұмыстар қазіргі таңда жүргізіліп жатыр. Осы шілде айында бұйырса бәрі бітеді. Осы екпе жұмыстар 100%-қа дейін бітеді. Ол иммунитеті 1 жылға дейін. Міне осы біз жоспарлап отырмыз. Әрбір жануарлардың уақыты болады екпе. Мысалы, албаты 1 айда бәріне егіп тастайтын емес, оның бәрінің уақыты бар. Бірақ осы шілденің аяғына дейін біз оны екпе жұмыстарын бәрін бітіріп, осы жұмыстар сонымен ары қарай бақылау жұмысы болады. Осы Сібір жарасын бойынша сол. Баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз болса? Рахмет. Әріптестер, баспасөз мәслихатымыздың 2-ші кезеңіне көшеміз. Сұрақтарыңыз болса, мархабат. Айхан мырза. Сұрақ, Мемлекеттің газетінен есім Әріхан. Бірінші сұрақ, Сібір жарасының фактілері 2008-2018 жылы тіркелді өттіңіз, Иә. Бірі жаңа қана, екіншісі алтын белгі болды. Сол тіркелгеннен кейін сол жерлерде қандай шаралар қолданылған, қоршадыңыздар ма, халыққа қалай түсіндіру жұмыстары? Рахмет. Жақсы бір сұрақ. Енді бір айтып кетейін, халыққа жеткізесіздер ғой осыны. Мысалы, осы 2018 жылы Алтынбел ауылдық округінің бір Сібір жарасы тіркелді. Тіркелген жерін сол жерде бәрін өртіп, малды бәрін инсинератормен өртіп, сол жерде мал өлген жерін қоршап, орнын заңға санитарлық сайкес болу үшін 2 метр биіктігі, 1,5 метр биіктігі, ешқандай құс, мал кірмейтіндей сөйтіп қоршалып, бетондалып, бәрін жасап қойғанбыз 18 жылы. Болғаннан кейін, мысалы, сол жағдай болғаннан кейін, 1 айдан кейін бәрін жасап қойғанбыз. Содан бері, міне, жылына 2 рет сол жерден барып, жерден анализ аламыз. Алып, зерттеу жасайды, осы лаборатория, облыстық лаборатория жасайды. Оны не іздейді, оның ішінде спора іздейді. Сібір жарасының спорасы бар. Ол спора жараған айтып кеттім ғой, 70 жылға дейін сақталады. Бір ғылымидар бар, айтады, 120 жылға дейін сақталатындар осы споралар. Ол спора болады, мысалы, күн сәулесі тигеннен кейін, микроб бар ғой, спора болып қалады. Спора деген неме? Бағана мен сізге айтып сұрадым ғой, спора мен бактерияның айырмашылығы қандай? Бактерия, мысалы, ол күн тисе де, бірдеме тисе, ол өліп қалады. Спора деген ол сыртына қабығын жасалып алады да, ол өлмейді, күн сәулесінде сақтала береді. Түсініңіздер ме? Сондықтан 70 жылға дейін тұратындай бұл. Бәрі сондай шара жасалынады, бірақ сонымен қатар сол ауылдық округ нақты неге
міндетті түрде вакцинацияландырады малдар, бүкіл тұтас бәрі. Біз енді осындай шешім келгенбіз, бүкіл Шығыс Қазақстан облысының малын 100% егуге. Сондай. Мен енді картаны көрсететін болсам, мысалы 101 ана бүкіл Шығыс Қазақстанның бәрі жерінде тұр. 101 Сибирь ясен захоронение. Мындай бір картон қарағайдында болмаса, үлкен нарында бар. Глубокий ауылдық округта, аудандарда, Алтай ауылы тоже былай айтқанда бүкіл облыста бәр жерде осыны Сібір жарасын недері көмілдірігі бар. Сондықтан көріп біз бүкіл бәрі Шығыс Қазақстан облысы бойынша малдарды бәрінеге 100% егеміз. 100%. Шайдан, заудан бастап, содан бастап, мысалы, бір айдан кейін мал сойуға кететін болса да, біз оны егіп тастаймыз. Неге десеңіз, ол 15 күннен кейін иммунитет болады. Иммунитет алады 15 күн ішінде. Ал қалған 15 күн ол бір жерден ауырып қалмау үшін, сол үшін біз сөйтіп егеміз. Малды еккеннен кейін 15 күннің ішінде малды союға болмайды. Біз енді шектеу қойып отырмыз 21 күнге. Мысалы, міне мал бүгін егілді ме, 21 күннен кейін тек қана мал союға болады. Неге десеңіз, ол Сібір жарасының вакцинасы, ол тірі вакцина. Тірі микроб. Соны бар ғой. Толық айтып бердіңіз бе? Екінші сұрағыңыз? Екінші сұрақ, бұл эпизодия тақырыбына жауап сұрақ болады. Бізге редакция ридер қарасаң жиі хабарласады оқырмандар. Бұл кісілер қаңғырған мәселесі ушығып тұрған жиі айтады. Сіздің ойыңызша ол жақтағы ахуал қалай қазір жалпы? Ридер қаласы айтатын болса, эпизодиялық жағдай тұрақты ол жерде. Осы Ридер қаласының мал шаруашылығында біздің енді ең бір өзекті мәселе бруцеллез болып тұр ғой. Енді ол бруцеллездің саны азайып бара жатыр. Былтырғы жылмен жарты жылдықпен салыстырғанда қазіргі таңда 25%-ға төмендеді. Тағы да малдың шығып жатқан 10 нәтиже берген малдар. Ридерде мүлдем қазір жоқ, таза. Сондықтан көрі эпизодия жағдай онда тұрақты. Малда көп емес қой енді. Осы сұрақтың қосымшасы ғой. Ол жақтан панажай деп айтады ғой, иттер уақытша ұстайды, соны салу керек деп айтады. Иттердің орындары ма? Ол енді ол да бір үлкен бір өзекті мәселе. Оған бір пресс-конференция бөлек шығару керек қой деймін осында ит бойынша. Қада ит салу керек пе, жоқ па деген сияқты. Ол енді мемлекеттің несінде былай айтқан ғой. Енді приюттарды салу керек негізде. Ол салуға керек, неге десеңіз, енді мына қаңғыбас иттер көп болып жүр. Оны енді атуға болмайды, ол енді заң бойынша солай қазір далада жүрген иттер атуға болмайды, оны тек қана ұстау керек, оны бір неге болсын, жаңа панажай дейміз ғой, соған сол жерде сақтау керек, сол жерге бәрін реттеу керек, тіркеу керек, оны вакцинациялау жасау керек, ол жұмыстар көп. Бірақ сондай жұмыстарды біз қазір жасап жатырмыз. Неге десеңіз, мына жерде қазіргі таңда служба отлова дейміз ғой, сол служба отловының қазір бірге зоозащитниктермен бірге істейді. Қазір мысалы далада жүрген иттер болатын болса, бізге енді арыз түседі ғой, мына иттерді көзін жойыңдар дегенде, біз ана жерге зоозащитник өздері барады, өздерінің көліктермен барады. Келісім шарт бар, Өскемен ветпен келісім шарттар бар. Компания Animal если керек болса, солардан да солар ит сол аулап алады да, сол иттерді өздерінің недер приют бар, дарын деген приюттар бар. Тағы бірнеше қалада бір 6-7 приют бар. Сол жерге барып, орналастырып, соңғы мәліметін береді. Соңғы қалай орналасқандағы немен істелінді? Тіркелді ме? Оны біз көріп отырмыз. Тіркелді, недер база бар. Соңғы тіркелгеннен кейін қандай не жасалынды? Стерилизация жасаса, стерилизация. Соның бәрін өздері мәлімет береді. Соған біз бақылап ұстап отырамыз. Сондай жағдай болып жатыр қазір. Енді иттің саны енді көбейіп жатыр деп айтуға болмайды. Ақырындап азайып келе жатыр. Осы биылдың өзінде Өскемен қаласында 1200 бастай ит ұсталынса, қазір осы маусым шілде айында, шілденің 1-нен 23-не дейін 190 бас ит ауланып, қазір приюттарда тұрып жатыр, қазір сондай жағдайлар бар. Рахмет.
Сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Осымен біздің баспасөз мәслихатымыз өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.